Нұрсұлтан Назарбаев Алматы облысына жұмыс сапарымен барды. Президент алдымен Үшаралға арнайы табан тіреп былтыр ашылған әуежайдың жұмысымен танысты. Жақында Алакөл ауданы Ақши ауылында жаңа теміржол вокзалы қолданысқа берілмек. Бұл Алакөлге келетін туристер санын арттыруға сеп болмақ. Биыл мұндағы демалушылар саны 1 миллионға жетуі мүмкін. Жағалауды дамытуға байланысты тағы қандай жоспар бар? Тілшіміз толықтырып баяндайды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев атбасын тіреген алғашқы орын Үшарал қаласы. Алакөл ауданының орталығы. Елбасы Үшарал қаласындағы әуежайдың жұмысымен танысты. Былтыр Астана Үшарал, Алматы Үшарал және Талдықорған Үшарал бағытында әуе рейстері іске қосылған белгілі. Алакөл ағынсыз көл, суы тұзды. Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында орналасқан. Алакөлдің суы тәнге шипа, жанға дауа. Жағалауды дамытудың бас жоспары дайын. Президентке облыс әкімі Амандық Баталов өңірдің дамуы жайлы баяндады. Жол салу, жүк тасымалы, туризм саласында атқарылып жатқан істерді инвестиция және даму министрі Жеңіс Қасымбек тізіп өтті. Мәдениет және ақпарат министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Қазақстан теміржолы компаниясының басшылығы да есеп берді. Биылдан бастап Алакөлдегі демалыс орындарына пойызбен қатынауға мүмкіндік бар. Ақши ауылында жаңа теміржол вокзалы іске қосылмақ. Жоба құны 201 миллион теңге. Президент демалып, әрі ем алатындардың санын арттыру үшін бірқатар тапсырма берді. Біздің Қазақстанның ең туристер келетін жері болу керек, себебі дәл елдің ортасында. Алматыға да жақын, Қарағанды, Астанаға да жақын, мына жақтан Балқаш, Жезқазғанға да жақын. Мынандай қонақ үй болған жоқ еш уақытта. Сондықтан бұл өте бір керек туристік жер болайын деп отыр. Бұл шипалы көл, емдейді, өте қажетті жер. Қазақстандықтар осы жерге келіп демалу керек. Жалпы Алакөл жағалауында 180-нен аса туризм инфрақұрылымы бар. Олар мейрамханалар, сауықтыру лагерлері, санаторийлер, демалыс және қонақ үйлері. Бір мезетте 13.415 мыңнан аса адамды қабылдай алады. Аталған көрсеткіш еселене түспек. Президент қолданысқа берілген бірнеше 5 жұлдызды қонақ үйлерді аралады. Дені жеке инвестордың қаржысына салынған, европалық стандартқа сай. Алакөлдегі суда Менделеев кестесіндегі элементтердің көбі кездеседі. Басқаша айтсақ, тұзды судың құрамы қара және өлі теңіздерге ұқсайды. Алакөлдің жағасы адамға лық толып, туризм экономиканы алға сүйреуі тиіс. Сондықтан биыл көлден сая іздеп келушілердің санын 1 миллионға жеткізу көзделіп отыр. Жаңа теміржол вокзалының ашылуы Анталиян емес, Алакөлді таңдайтындардың санын арттырады деген сенім мол. Әсем Қабылбек, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен Алматы облысынан.